Assalamu alaikum ағайын, құрметті жақсыларым. Бүгін біз мінеки распред коробкадан үйде күлічателге жалғап, сосын люстраға жалғағанды көрсететін боламыз. Мынау люстраға жалғағанды және мынау күлічателге жалғағанды әрбір жігіт біледі. Енді біз ең әуелі автоматты сөндіріп аламыз. Автоматты сөндіріп алғаннан кейін не істейміз? Қараңыздар, мен барлығын жалғап қойдым. Көріңіздер. Жанып тұр. Енді сіздерге түсінікті қылып мен сызып отырып көрсетейін. Қараңыздар. Мынау распред коробка. Бұл главныйдан келіп тұр. Біреуі 0, біреуі фаза. Фазаға мынау шиқылдап бел дыбыс шығарады. Ал енді мына жерде люстрамыз деп алайық. Люстраға білеміз, екі тоқ келу арқылы тоқ жанады. Біреуі фаза, біреуі 0. Екеуі болғанда тоқ жанады. Енді бұның 0-ды главный 0-ге тікелей жалғаймыз. Ал фазаны не істейміз? Фазаны жол ортадан бөліп тастаймыз деген сөз. Неке қараңыздар міне. Главный келіп тұрған фазаны бұны біз күлічателге жібереміз. Айырып қосқыш. Қазақша айырып қосқыш. Қазақша айырып қосқыш. Главный фазаны айырып қосқышқа жібереміз біреуін. Ал одан айырып қосқыштан шыққан келесісін люстраға жібереміз. Көріңіздер мінеки. Сонда демек біз мінеу қараңыздар. Қазір тағы бір сызып көрсетейін. Главныйдан мінеки люстраға келіп тұрған фазамен 0. Сонда біз жол ортадан не істедік деген сөз? Жол ортадан фазаны бөліп алдық. Сөйтіп не? Мінеки айырып қосқышқа жалғадық. Сонда айырып қосқышты басамыз, фаза жалғанатта люстрамыз жанады. Ал айырып қосқышты тағы басқан кезімізде фазаны айырып тастаймыз екіге. Сонымен люстрамызда тоқ болмайды деген сөз. Ал енді тағда қараңыздар, міне жерде распред коробка былай тұрады. Одан екі главный тоқ келеді. Біреуі 0, біреуі фаза. Ал одан кейін мына жерде күлічателімізден екі тоқ келеді. Ал одан мына жерде люстрамыздан екі тоқ келеді. Не істейміз? 0-ді 0-ге жібереміз. Ал одан фазаны, главный келіп тұрған фазаны күлічателдің біреуіне жібереміз. Ал одан күлічателден шыққан біреуін люстрадан келіп тұрған біреуге жібереміз. Сонымен тоғымыз жалғанып болды деген сөз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта күлічателден екеу болады. Сонымен екі люстраны, яғни бір үйдің ішінде екі тоқ болатын болса, ортада біреу, және жан жақта шет жағында тоқ болатын болса, соларды бір күлічателмен қалай жалғау керек, соны үйрететін боламыз.